Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздермен аға оқытушы Кекбаев Манас Қайратұлы. Пәніміз газ мұнай құбырлары, дәріс тақырыбы жоғары тұқырлы мұнайды және мұнай өнімдерін айдау әдістері, дәріс номері 9-шы дәріс. Жалпы алдыңғы сабақта біз мұнайды аралық айдау әдістерімен танысқан болатынбыз, ал бүгінгі сабақта, яғни тұтқырлығы жоғары мұнайды қалай тасымалдаймыз? Міне осы сұраққа жауап беретін. Жалпы жоғары тұтқырлы мұнайды айдау құбыр арқылы жоғары тұтқырлы мұнайды тасымалдаудың ерекшеліктері мен қиындықтары бірінші тақырыпшыға келетін болсақ. Жалпы айдаудың негізгі ерекшеліктері: жоғары тұтқырлы мұнайлар мен ауыр мұнай өнімдері құбыр арқылы тасымалдау кезінде гидравликалық кедергінің күрт өсуімен анықталады. Яғни гидравликалық кедергі дегеніміз ол бізде тасымалдау кезіндегі сұйықтық кедергісі, былай айтқанда. Бұл стандартты айдау режимдердің қолдануға мүмкіндік бермейді. Яғни мұнай тасымалдау кезінде бұл бізге кедергісін келтіретін болады. Гидравликалық кедергі бұл тұтқырлық артқан сайын ағынның қозғалысына қарсыласуы көбейеді. Сонымен қатар қысым шығыны өседі. Бұл арнайы технологиялық шешімдерді талап ететін болады. Негізгі қиындықтар тұтқыр мұнай кезінде: жоғары тұтқырлы мұнайды тасымалдау кезінде туындайтын негізгі мәселелер. Ол қысымның өсуі, яғни шамадан тыс өсіп кетуі, өткізу қабілеті, яғни құбыр өткізу қабілетінің төмендеуі, энергия шығынының артуы, сонымен қатар төмен температурада ағымның тоқтау қаупі. Яғни біздің мұнайымыз тұтқыр болған сайын оның қозғалуы да бәсеңдей береді деген сөз. Яғни бізге осындай қиындықтар алып келеді тұтқыр мұнай. Айдау әдістері. Яғни қалай тұтқыр мұнаймен біздер күресеміз? Яғни тұтқыр мұнайды қалай айдаймыз? Осы сұраққа жауап беретін болсақ, бірінші әдіс ол қыздыру әдісі. Мұнай құбырға айдалмас бұрын, яғни немесе айдау барысында қыздырылады. Температураның жоғарылауы тұтқырлықты төмендетіп, ағынды жеңілдетеді. Яғни біздерге тұтқыр мұнайдың ең қарсы күрес ол мұнайды қыздыру болып табылады. Ол мұнайды өндіру кезінде де, мұнайды тасымалдау кезінде де біз осы термодинамикалық әдістерді қолданатын боламыз. Бұл қыздырудың артықшылығы, яғни гидравликалық кедергі мен қысым шығынын азаяды, ал кемшілігі ол жылу шығыны көп, қосымша жылу жабдықтары қажет болады. Бізде магистралды құбыр алыс аймақтарда, шалғай жерлерде болғаннан кейін ол құбырларды қамтамасыз ету, ол бізге экономикалық жағынан шығын келтіретін болады. Бірақ бұл қыздыру әдісі тұтқыр мұнайға қарсы ең тиімді әдістердің бірі болып табылады. Келесі ол сұйылту. Яғни жоғары тұтқырлы мұнай жеңіл мұнаймен немесе конденсатпен араластырылады. Яғни біз тұтқыр мұнайымызды жеңіл мұнаймен немесе конденсатпен араластырамыз. Соның нәтижесінде қоспаның орташа тұтқырлығы төмендейтін болады. Бұл әдістің артықшылығы: технологияның қарапайымдылығы, айдау тұрақтылығы артады. Ал кемшілігі сұйылтқыш көлемінің қажет болуы, яғни көп мөлшерде қажет болуы және өнім сапасының өзгеруі. Яғни біздер бір тұтқыр мұнайға екінші бір тұтқыр мұнайды қосқаннан кейін ол мұнайдың параметрі бөлек болады. Соның әсерінен жалпы өнімнің сапасы өзгеретін болады. Осындай кемшілігі бар. Келесі бір күресу әдістері ол поршынды және эмульсия. Яғни поршынды айдау. Мұнай жеңіл мұнай немесе су поршыны арқылы итеріледі және қысым шығынын азайтады. Және эмульсия айдау бұл мұнай мен су арнайы қоспаларымен эмульсия түрінде айдалады және гидравликалық режим жеңілдейді. Яғни біздер қолдан жасанды эмульсия жасап, сол арқылы айдайтын боламыз. Арнайы сорғыларды қолдануы. Бұл дегеніміз, яғни жоғары тұтқырлы мұнайды айдау үшін арнайы сорғылар қолданады. Ол винт сорғылар, яғни тұтқыр ортада тиімді жұмыс істейді. Плунжер сорғылар жоғары қысымды қамтамасыз етеді және центрофугалық, яғни ортадан тепкіш дейді. Сол сорғыларды қолдану, яғни жоғарғы қысымға, центрофугалық сорғылар бізде жоғары қысымда жақсы жұмыс жасайды. Қосымша технологиялық шешімдер айтып өтетін болсақ, айдау тиімділігін арттыру үшін келесі шаралар қолданылады. Ол құбыр диаметрін ұлғайту, лупинг салу, аралық станциялар, ағын жылдамдығын оңтайландыру. Құбырдың диаметрін үлкейту бойынша, лупинг салу бойынша, лупинг дегеніміз не деген сұрақтарға біздер алдыңғы сабақта жауап берген
болатынбыз. Әдісті жалпы біз бірнеше әдісті таңдап өттік, айтып өттік, және осы әдістерді қалай таңдаймыз, яғни қандай критериялар арқылы таңдаймыз. Соған тоқталып өтетін болсақ, айдау әдісін таңдау кезінде ескерілетін негізгі факторлар. Біріншісі, мұнайдың сипаттамасы, яғни айдалатын мұнайдың тұтқырлығы мен тығыздығы. Сонымен қатар тасымалдау қашықтығы, яғни ұзақтығы және күрделілігі, яғни тасымалдау қашықтығы мен, яғни қандай айтқанда зоналардан өтеді. Осы қашықтықтағы күрделілікті талқылайды. Сонымен қатар климаттық жағдайлар, яғни аймақтың ауа райы түсінікті. Сонымен қатар экономикалық тиімділік, яғни шығындар мен пайданы есептеу. Міне осы негізгі 4 факторға сүйене отырып, біздер жоғарыда айтылып өткен әдістердің біреуін таңдайтын. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, жоғары тұтқырлы мұнайды айдау арнайы инженерлік тәсілдерді талап етеді. Қыздыру, сұйылту, поршынды айдау және арнайы соруларды қолдану арқылы құбыр желісінің өткізу қабілетін арттыруға және тасымалдау процесінің сенімділігін қамтамасыз етуге болады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі көріскенше.